Әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағын тесері бар дейді. Бейтаныс айдарында ән жөнінде, қазақ тойларында хитқа айналған Ай мүсін ән жөнінде сөз қозғаймыз. Ол әннің сөзімен әнін жазған әнші композитор Дәуір Абай. Бейтаныстың бүгінгі кейіпкерінің әні тмд елдерінде танымалдыққа ие болды. Қазақ тойы мен сахнасынан тартып, билік өкілдерін аспанға қаратты, жұлдызды сынатты. Әнші Абай Бегейдің орындауында халыққа кеңінен таралған Ай мүсін әнінің өлеңі мен әуенін қызылордалық өнерпаз Дәуір Абай жазған. Өнер жолына мен бала кезімнен келдім. Кішкентайымнан ән тыңдап өстік. Оның үстіне әкем де домбыра тартып, баян тартып, біздер сондай бір музыкаға деген әуесімізді оятты жас кезімізден. Содан басында әкемізге еліктедік, сөйтіп жүріп, өзіміз осындай өнер саласынан өзімнің өмірімді байланыстырдым. Әңгіме әлқиссасын аспанға қараймын әнінің тарихынан бастасақ, бұл ән Абай мырзаның ән қоржынына қалай тап болды? Алматыға келгеннен кейін халыққа танымал аспанға қараймын деген ән шықты. Ең бірінші ол әнді Оқпан Жолдас ағамыздың студиясында жаздырған болатын. Ең бірінші бағасын сол Оқпан ағамыз берген болатын. Мына әнің сенің хит болады деп. Ең басында оны Каспий тобы орындайтын болды. Бірақ Каспий тобы тарап кеткеннен кейін бір күні Оқпан ағам шақыртты, Дәуір, осы әнді Абай Бегейге бересің деп. Енді жас болса 40-қа келіп қалды. Жақсы ән болмайды дегеннен кейін Оқпан ағамыздың өтінішімен сол Абайға берілген болатын. Аспанға қараймын әні түсінікті болды. Кейіпкеріміз Ай мүсіннен кем түспейтін бір әнді жарыққа шығардым дейді. 21-ші ғасырға талабына сай, жастардың талабына сай, енді қазір қазақ тойшыл қауым ғой. Тойға да өтетіндей қылып, шанс деген әнді әзіл қалжың қылып жазған болатын. Мүмкіндік, яғни шанс дейді. Оның астарында нендей қалжың болды екен? Мәселен, баяғыдағы Дос Мұқасан деген топтың 16 қыз деген әні қандай керемет еді. Ол да сол әзіл жанрында жазылған, жалпы. Қазақша орысша аралас. Бұл шанс деген әнінде де сол заманауиға сай 21-ші ғасырдың әні болсын, әзіл ән болсын деп шанс деп атын қойдық. Ендеше шансты тыңдауға сіздерге де шанс берелік. Сұрағаның шанс па, сұрағаның вальс па, кинодан да мен сені апарайын ғарышқа. Қыздарды вальспен ғарышқа шақырып жүрген Дәуір мырза бұл күнде отбасылы, 5 баланың әкесі. Балам кішкентайынан әнші болып, балам әнші болып келе жатқаннан кейін, баламды да қатар өзіммен бірге ертіп жүруге тырысып жатырмын. Қазір біраз сахналарда ән шырқап жүр. Былтыр 2016 жылы Африкада өткен Сенегал еліндегі, яғни Дакар қаласында болған дүниежүзілік ән байқау фестиваліне барып, сол жақта Қазақстанның атынан барып ән шырқап келді. Есімі жаңа танылып келе жатқан жас әнші Нұржан Абай. Халықаралық байқауларда бақ сынап, ел абыройын асқақтатып жүрген Нұржан болашағынан үлкен үміт күттіреді. Дәуір Абайдың ізін жалғап, биік белестерді бағындырар сөзсіз. Ең алғаш айтарым, әкеме рахмет. Осы кезге дейін өнерге мені баулап, өнер жолына тартып келді. Өзімен бірге қалдырмай, той томалақ болса соларға апарып, түрлі конкурстар, жарыстар болса солардан қалдырмай. Бұл күнде Дәуір Абайдың ән қоржынында 20-ға тарта ән бар. Олардың екеуіне бейнебаян түсірілді, отандық арналардан да көрсетілді. Бәтсің балдан, ақ құсым алдан, шығар мекен бүгін көлімде. Өнерпаз алдына мақсат пен жүйелі жоспар қойған. Өнер жол болғаннан кейін әрдайым ізденісте жүреміз. Бұйырса алдағы уақытта тағы да керемет әндер жазармын деген ойда жүрмін. Көрерменді тыңдап та бағасын бере жатар. Қазақ әндерінің көшін алға сүйреуші көш жеткілікті. Көш көп болған сайын көрікті болады дейді. Ендеше көшіміз көрікті һәм сапалы болғай.